Қайырлы күн достар. Бүгін біз песочный рогалики дайындаймыз. Оған керек ситыдан өткізілген ұн 300 грамм, сосын 120 грамм май, сосын 100 грамм қаймақ. Шекер 2 чайный ложка жарайды. Сосын 3 граммдай разрыхлитель. Сосын тұз, щепотка. Осыны араластырамыз енді. Песочный тесто болғасын, қамырын ұзақ илейміз, барлығы біріккенше. Міне қамырды біріктірдік. Жақсылап осылай илеп аламыз. Енді осыны 10 минут қоямыз. Бетінен салфан жауып. Міне ысып алдық. Мынадай қылып. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз. Бір жұмыртқаны езіп аламыз да жағып шығамыз. Бетіне шекер себеміз енді. Енді кесіп шығамыз. Пицца сияқты ма? Я это люблю. Былай езейік. Болды. Енді қазір мынандай бір аламыз да, ортасына жағамыз. Творожная масса. Любимая. Творожная масса мама, да? Как будто нарезано. Осылай ораймыз.
Джем болса, арасына джем салуға болады. Вареный сгущенка жағы болады. Бірақ көбіне вареный сгущенка ағып кетеді. Плиточный шоколадты бөліп салуға болады. Міне біздің рогалигіміз дайын, 16 штук шықты. Бұны енді пешке 180 градусқа қойып 10 минутта пісіріп аламыз.